14 жасқа толған балаларға арналған. Көшбасшы кейзет. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, эфирде Көшбасшы кейзет бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Нартай Бекежанов атындағы Қызылорда облыстық музыкалық академиялық драма театрының бас ұйымдастырушысы Әйгерім Қанатбаева. Қанатбаева Әйгерім Ерланқызы 1992 жылы 3 сәуір күні Байқоңыр қаласында дүниеге келген. Жоғары білімді 2009-2013 жылдар аралығында Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің тарих, құқық және экономика институтында мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы бойынша бакалавр және 2014-2015 жылдары дәл осы мамандықтың магистратурасы бойынша білім алған. Бірқатар облыстық республикалық байқаулардың жеңімпазы. Шоқтығы биік жеңістерінің бірі 2013 жылы өткен республикалық қазақ аруы 2013 сұлулық байқауының гран-при иегері. 2011 жылы облыс әкімінің сыр үміті жастар сыйлығының, 2015 жылы Қызылорда қалалық самғау жастар сыйлығының иесі атанған. 2016 жылдан бастап Айқанат жастар қоғамдық бірлестігін құрып төрағалық етуде. Сонымен қатар облыстық Нартай Бекежанов атындағы академиялық музыкалық драма театрының бас ұйымдастырушысы қызметінде жұмыс атқаруда. Әйгерім, уақыт тауып сұхбатқа келіскеніңізге үлкен рахмет. Жалпы енді өзіңізді әртүрлі жұмыс бағыттарымен танимыз. Біріншіден енді қазақ аруы бойынша, екіншіден осы біздің облысымызда, қаламызда әртүрлі форматтағы концерттерді ұйымдастыруда, сонымен қатар той жиындарында жас жұбайлардың басын қосу деген секілді бір церемонияларда, енді одан бетер соңғы кезде жастар саясатына да алыс болмай, Айқанат қоғамдық бірлестігінде құрдыңыз. Қазіргі таңда енді театрда, біздің ең бас театрымызда бас ұйымдастырушысыз. Енді бәрін айтпай, бірін айт дегендей, бас ұйымдастырушы деген немен айналысады? Сол жайлы айтып берсеңіз. Енді бас ұйымдастырушы деген осы өнерге, мәдениетке қарсы барлық қандай шаралар не болады, соның бәрін ұйымдастырамын. Енді театр болғаннан кейін, өздеріңіз білесіздер, бізде спектакль көп болады. Сондықтан да сол спектакльдердің біздің артистеріміздің көрерменмен жаңа кездесуі деген сияқты көптеген жұмыстар ол жақта қаралады. Тек көрермен емес, басқа да ішкі жұмыстарға бар. Оның барлығын осы бас ұйымдастырушы ұйымдастырады, жалпы айтқан кезінде қысқаша. Енді сіз театрдың ішіндегі эвент агенттік болып тұрсыз ғой, сонда әртістерді халықпен... Қысқаша айтқанда, пиар-менеджер сияқты. Тамаша. Жалпы енді өзіңіздің бітірген мамандығыңыз тарих. Менің жоқ, бітірген мамандығым мемлекеттік және жергілікті басқару. Тарих және жаңағы не факультеті. Тарих және құқық факультеті, экономика. Енді мемлекеттік және жергілікті басқаруды бітірдіңіз. Бірыңғай бірақ өнер саласындасыз. Бұл трансформация неден болды? Әлде бұл мамандыққа бір престиж үшін түстіңіз ба? Әлде бір заман талабы болды ма, қалай? Жалпы негізінде бұл мамандыққа түскім келмеген тұғын. Мен өзім кішкентай кезінен бері өнерге жақын болдым. Мен негізі әнші тұғымын. Ән айтқанды жақсы көретім. Байқоңыр қаласына туылып өскеннен кейін ол жақта көбінесе вокалмен айналыстым. Көптеген жаңағы конкурстарға, облыстық болсын қалалық көптеген нелерге қатыстым. Сөйтіп ән айтып келдім де, енді Қызылордаға Темірбек Жүргеновке түскім келді. Енді үйдегі ата-анам жаңа өздері мемлекеттік қызметкер болғаннан кейін, енді білесіз ғой, қыз балаға өнер жолы ауыр деп, кәдімгі 8 сағаттық жұмыс жасап, азында барып, кешке үйге қайту керек деген сияқты жаңа анам кішкене қарсылық тудырды. Бірақ енді қазір өкінбеймін, өйткені бас ұйымдастырушы жаңағы жұмысы, қызметі театрдағы кішкене келеді мен өзім мамандығыма. Өзім де қарсы емеспін. Акиматта жұмыс жасауға деген сияқты. Тамаша. Саясатқа кішкене араласып деген сияқты. Енді әр адамның белгілі бір жасында белгілі бір қызметке пісу реті болады ғой. Бәлкім енді қазір сіз сол қызметке пісіп тұрған шығарсыз. Дегенмен де университет қабырғасында жүріп, біраз ән конкурстарына қатыстыңыз. Ол жақта бірінші орындар гран-прилер алдыңыз. Қазақ аруы 2013 атандыңыз. Одан 2015 жылы оны жүргіздіңіз өзіңіз. Көптеген мемлекеттік халықаралық деңгейдегі шараларды жүргіздіңіз. Енді ол мысалға мемлекеттік жергілікті басқаруда оқып жүріп, қанша дегенмен өзіңіздің ішкі меніңіз,
сыртқа шықты ғой енді бәрі. Мысалы осы жерде сұрақ туындайды. Көптеген ата-аналар өстіп балаларын қаламаған мамандығына жібереді. Енді сондай бір жастарға қандай кеңес бересіз? Ішкі мен шығарсын ба, әлде сол оқып жатқан мамандығын жалғастыра берсін ба? Енді мен жаңағы ситуация ғой, енді ата-анам барып оқуға түсірді, бірақ мен басқа нәрсені қалаймын деген сияқты ғой. Мен қазір айтар едім, өзіңнің жақсы көрген жұмысың оңайырақ, жеңілдірек болады, және де өзіңнің жақсы көретін жұмысынан табыс көптеу бола ма деп ойлаймын. Неге? Өйткені біріншіден жұмыс жасау үшін өзіңіздің неңіз керек, желаниеңіз керек дейді ғой. Ол болмаса, ол өте қиын. Жұмысқа өз-өзіңді азына тұрып сүйреп бару, ол өте қиын нәрсе. Бірақ енді айналып келгенде де, енді өзім мамандығында сәйкес келеді ғой, бас ұйымдастырушыға. Айналып келгенде екі жақпен де келіп тұрмын ғой енді. Өзім жүрегім қалаған жаңағы өнер, және де жаңа өз мамандығым бойынша. Егер менің тәжірибем болмаса, бәлкім бұл қызметте болмас еді дейсіз. Болмас еді. Диплом болмаса да бұл қызмет болмас еді дейсіз. Болды да мүмкін. Бірақ енді жастарға айтарым, енді енді жастар шатасып та жатады. Ішкі жан дүниесі қайсыны қалайды, соны жасаған дұрыс. Бірақ оның өзінде де ата-анамен ақылдаса отырып, өз-өзін көрсете отырып, сол мамандық иесі болатыны, сол мамандықпен кейін алып кете алатынын дәлелдей отырып, менің ойымша өз мамандығымен жұмыс жасаған дұрыс сияқты. Өйткені біздің жалпы оңтүстік өңірінің менталитетін білесіз ғой. Жаңағы ата-ана міне азында барып кешке қайтатын жұмыс жасау керек деген сияқты. Қазір ондай заман емес. Қазіргі балдар мектеп оқыса да әлеуметтік желіде ақша таба алады. Сондықтан да қай мамандықта қалайды, соған түскен жөн деп ойлаймын. Сондықтан да құрметті ата-аналарға да кішкене өтінішім бар. Баласының кішкентай кезінен қандай неге бейім екенін көріп, сол баланы жаңағы өнерге болса өнерге беріп, білімге болса білімге беріп деген сияқты кружоктарға беріп, кейіннен алдағы уақытта өзінің үлкен өміріне қадам басуға фундаментін қоя берсе, ол ертең сол нәрседен пісіп, жетіліп, өзінің мнениесі қандай оқуға керектігін біле алады деп ойлаймын. Су керектігі жөнінде. Таңдау құқығы. Таңдау құқығы, Тамаша, базарда аяқ киімнен бастап. Мен енді өзім кішкентай кезден бері жұмыс жасадым, енді жасырмай ақ қояйын. Жездемнің маршруты болатын тұғын, сонда кассир болып жұмыс жасадым. Тәтем жаңағы дәптер, ручкалар жасадым, барып көмектестім жаз бойы мысалға. Студент кезде мен оқып жүріп үш жерде жұмыс жасағанмын. Бір үлкен компанияда пиар-менеджер болып жасадым. Радио Өргенмедиде жаңағы дыбыс жазу студиясына барып, жаңағы рекламаның нелерін жазатынмын. Және де одан кейін жарты ставкаде облыстық халық шығармашылығын дамыту жаңағы бөлімінде жұмыс жасадым, жүргізуші болып. Жұмыс жасаймын дейтін, оқуда да қатар алып жүретін дейтін жастарға бәрін жасауға болады. Тамаша, бұл бір бөлек қырқып алып, мотивациялық қылатын бір тиктокқа салатын бөлім екен. Тамаша, енді сонымен қатар 2016 жылы Айқанат қоғамдық бірлестігін құрдыңыз. Енді қоғамдық бірлестіктердің көп жағдайда мақсаты ол бір белгілі бір деңгейде саяси бір немесе әлеуметтік тапсырыстардан табыс табу. Бірақ дегенмен де 5 жылдың көлемінде жақсы жұмыс жасап келатсыз. Арттарыңызда ешқандай жаман ат немесе бір не ерген жоқ, жаман сөздер. Бағыттар қандай? Қоғамдық бірлестік немен айналысады қазір? Қоғамдық бірлестік енді көбінесе жаңағыдай сіздер айтып жатқандай ғой, көбінесе енді шара ұйымдастырумен айналысады. Бұл қоғамдық бірлестікті ашқан себебім мен өзім жастармен жұмыс жасағанды жақсы көремін. Сол мақсатта өзіме де бір жағынан қызық болды. Неге осындай жастар қоғамдық бірлестігін ашпасқа деген мысалға жұмыспен қатар оны алып жүруге болады деген сияқты болды. Сол мақсатта ашылды, көптеген шаралармен ұйымдастырып келе жатырмыз, жұмыс жасап жатыр. Енді алдағы уақытта да одан да үлкейгіміз келіп жатыр, енді оны көре жатармыз қалай болатынын. Енді былайша келгенде қоғамдық бірлестік ашқан адам, белгілі бір кәсіптің көзін көрген адам, продюсерлік орталығыңыз қазірге продюсерлік орталық шыны керек ашылды. Ол тоқтап тұр. Ол продюсерлік орталықпен біз жыл сайын мен өзім Сыр-Ару облыстық байқауын өткізетінмін. Салт дәстүрімізді дәріптейтін жаңағы арулар байқауы деп айтсам болады. Одан шыққан жеңімпаз қыздарды біз республикалық қазақ аруына байқауына жіберетінбіз. Енді өзім сол жақтың жеңімпазы болғаннан кейін сол жақтың продюсерімен келісіп, Қызылорда тек осы республикамызда, осы Қызылорда облысында ғана бізде жаңағы тікелей конкурсқа барады. А қалған қыздар кастингте өтіп барып ол байқауға түсе алады.
енді кеше пандемия көбімізге шыны керек салмақ салып кетті, бірақ енді қайтадан бастап жатырмыз. А былай жалпы той саласы болсын, осы концерт ұйымдастыру саласы бойынша онымен жұмыс жасалып жатыр. Тек кішкене ғана осы арулар байқауына кішкене ғана септігін тигізіп қалды. Өйткені білесіз ғой, барлық жерде тоқтап қалды. Мен онымен қатар жаңағы пандемияда маска тігіп, қолөнер, пандемия жалпы менің бар өнерімді ашты. Мен өзімнің қолөнерге бар екенімді білдім. Жаңа тастармен тігу деген сияқты, маска тігу деген сияқты, ал пандемияның бұл біраз тиді енді көмегі басқа тараптан. Әсіресе той саласына жүргендерге пандемия өте қатты тиді ғой. Өте қатты әсер етті. Алдын ала алынып қойған предоплаталар ол жұмсалып кеткен, оны қайтарып әйтеуір уф деп құтылып неғылды. Енді бізде енді белгілі бір әйел адамның немесе қыз баланың көштің басында жүруі, немесе бір конкурстарға қатысу, немесе сахнаға шығуы бізде көп сынға алынады. Неше түрлі әңгіме айтылады, жеке басқа байланысты әңгіме айтылады. Енді ол нәрсені енді қазіргі тілмен айтқанда буллинг дейді. Психология тілмен айтқанда, енді өзіңіз сол буллингпен кездестіңіз ба? Кездессеңіз, қалай оны еңсердіңіз? Жалпы қыз бала аяғын аңдамай басса өте қиын ғой енді. Қай жерде де жүрсе де, оның үстіне қыз бала өнерде жүргеннен кейін көп әңгіме сөзге қалатын сөз. Өйткені көбінесе қарсы болып жатады қыз балалардың өнеріне жүруге, жаңағыдай басшылық қызметте болсын. Енді біздің мүмкін ол менталитетіміз сондай ма білмедім, бірақ менің ойымша ондай нәрсеге егерде білімді болып жақсы жұмысын жасап жатса, неге қолдау бермеске? Өйткені бізге конкурсқа келіп жатады қыздар, кастинг барысында байқайсың, мысалға білім жағынан жақсы қыздар болады. Мен ойлаймын, үйде отырып қалғанша неге жұмыс жасамасқа? Ол да табыс көзі ғой, мысалға. Сын болады, қыз бала болғаннан кейін, ол қыз бала болмасын, ер бала болсын, қыз бала болсын, жұмыс жасалғаннан кейін, көзге түскеннен кейін ол міндетті түрде айтылады. Басында енді былай қынжылып бір неге олай айтады деп ойлайтын тұғым. Қазір оған үйрендім, жай өткізіп жібере салам. Егер де сөйтіп әңгіме сөз жүріп жатса мен туралы, онда мен қуанамын, неге өткені мен жұмыс жасап жатырмын. Жұмыс жасаң адамның артынан сөз еретін анық қой. Жұмыс жасама үйде отырсаң, сені ешкім көрмейді, ешкім білмейді, ешкім әңгіме айтпайды. Мен солай қабылдаймын. Жақсы пайым. Бізде де айтамыз қонақтарға. Егер де сіз туралы тек қана жаман нәрсе айтса, ол өтірік. Тек қана жақсы нәрсе айтса, ол өтірік. Жаман да жақсы нәрсе айтылса, ол шын, өткені адамның бәріне ұнауы мүмкін емес. Әр адамның бір адам туралы пікірі бар, енді ол бір қандай ниетпен айтылып тұрғаны, ол шынымен қызығы болып тұрма, қызғана болып тұрма, ол енді өзінің ар-намысы мен ұятына саламыз. Дегенмен де осы жерде тағы бір заңды сұрақ туындайды. Енді көптеген шараларды көрдіңіз, көптеген жүргіздіңіз шараларды әртүрлі деңгейде. Осы Қызылорда облысында жүрген кезде бұл қала маған тар, мен басқа жаққа шығуым керек деген бір өзіңізді қамшылау, немесе осы жақта жүргеніңізге өкінетін кездер бола ма? Бастапқыда жаңағы енді қазақ ару байқауына барып келгеннен кейін мен Астана қаласында жұмыс жасап келгенмін. Негізінде сол жақта бағындырамын, сол жақта қаламын деп. Мен әкем қарсы болды. Жалғыз қызды мен қалай ол жаққа жіберіп қоямын. Саған бір нәрсе болып қалса, ауырып қалсаң, біз Байқоңырдамыз, саған қалай тез жетеміз деп. Сөйтіп, әкемнің өтініші болды, Қызылордаға, ең болмаса Қызылордаға қайта қой, әйтеуір қасымызда бол, жанымызда бол деген сияқты. Сол кезде бір іштей өкініш болатын тұғын. Неге мен сол кезде айтқанды қылмай қала салмадым деген сияқты. Бірақ өкінбеймін, ата-анама алғысымды айтамын. Өйткені біраз нәрселер өзгерістер болды. Біраз нәрсені көрдім, біраз нәрсені жетістікке қол жеткіздім деп айта аламын. Бірақ туған жерің болғаннан кейін өзіңде бір септігіңді тигізіп, жастар көбінесе кетіп қалай береді біздің облысымыздан. Осындай бір жаны ашитын жастар болса қалып, менің ойымша Қызылорданы Алматы мен Астана сияқты үлкен бір мегаполис қылып жасауға болатын сияқты. Болады. Әрине. Дұрыс айтасыз. Біраз жігіттер осы қалада қалып көркейту керек жігіттер, қыздар кетіп қалды да, орындары шынымен де бір байқалады кетіп қалғандығы.
әрине енді адамның орнын адам толтырады, бірақ дегенмен де өз орнында қалғанда бәлкім басқаша болар ма еді деген. Енді осы жастармен көп жұмыс жасайсыз, олардың шығармашылық дамуына септігін тигізесіз, конкурстар өткізесіздер, өзін көрсете алмай жүрген, енді жақсы жағын айтып жатырмын, өзін көрсете алмай жүрген жастарға демеу болып, ал енді өзіңізді шабыттандыратын, өзіңізді демейтін кім? Ата-анаңыздан бөлек достарыңыз, болмаса осы біздің облыста бір жастарға бір жанашыр кәсіпкерлер, меценаттар кімдерді айтар едіңіз? 10 жыл бұрын студент кезінде мен эстрада жұлдыздарына қарап кәдімгідей мотивация алатын тұғым. Менде осындай жұлдыз болсам екен деген сияқты. Ал кейіннен өсе келе үлкен ағаларымыз, әпкелеріміз осы саясатта болсын, қандай салада болсын, әр саланың өзінің үздіктері болады. Сол кісілерге қарап мен мотивация аламын. Мен де сол кісілер сияқты болсам екен, артынан кішкене болса да әйтеуір із қалдырсам деген сияқты. Өйткені көп кісілер бар ғой, беделді, білімді деген сияқты. Сол кісілерді мотивация аламын көбінесе. Ал егер шығармашылық жаққа келетін болса, болады кей кезде бір идеядым туындамай қалатын. Ондай кезде мен құрбыларым бар, барып қыдырып келем. Болмаса сол қыдырған кезде шығады мен идеям бар. Сосын сол жерде қыздармен бөлісем, былай жасасам қалай болады, маған келіп тұр осындай бір идея. Оларда өзінің сосын пікір талас болады да, өздерінің бір шамалы болса да идеяларын қосып, сөйтіп туындайды. Өзімнің ақылдасатын жаңағы апай ағайларым бар осы өнерде. Оларға өзімнің ары қарай сөйтіп жайменен дамытып пісірем осындай проектілерді. Яғни өзіңізде туады, бірінші фокус группа, одан кейін нақты профессионалдарға барасыз ғой? Профессионалдарға барам. Я бірінші өзім іштей көріп алам, қалай болады, не деп. Сосын барып, енді бәрібір де профессионалдарға жүгіну керек. Өйткені былай ойлағанмен кей дұрыс емес жерлер болады, жанашайтын адам соны дұрыстап береді деген ойдамын енді. Өзіңіз жалпы идеал адам дейді ғой енді. Идеал адам деп кімді айтар едіңіз, және де ойыңыздағы идеал адам кім? Енді идеал адам болмайтын шығар деп ойлаймын. Пара болуы мүмкін, жұп болуы мүмкін идеал. Өйткені бір-бірінің жаңағы минустарын жауып тұратын, бір-бірінің жаңа плюстарын арттырып тұратын сияқты. Бірақ енді өзіме бір ұнайтын адам енді тұлға ретінде көретін адамдарым көп. Оны кімді айтсам болады? Бізде мысалға, енді жалпы мысалға, кеше біздің Қызылорда облысымызға әкім болып келді Гүлшара Наушақызы. Былайынан қарағанда әйел адамның әкім болуына барлығы қарсы ғой, бірақ соның өзінде де барынша жұмысын жасап, өзін көрсетіп жатыр. Тағы да кім? Ойыма түспей тұр. Жастар арасында қандай негізгі мәселелер бар деп ойлайсыз? Менің ойымша қазіргі жастар өте жалқау. Өте жалқау. Қай жаққа барсаң да, көбінесе енді былай айналып келгенде, енді өзім жаққа келгенде, мысалға, көбінесе қыздар келеді. Жұмыс сұрап келетін қыздар бар. Сосын мен айтам, осында бірінші айтатын нәрсесі қанша төлейсіз? Сосын мен айтам, сен ол саланы білесің ба? Сен оған жаңағы ол саланы кішкене болса да игердің ба? Болмаса ол жөнде тәжірибеңіз бар ма, қалай оны деп бірінші сұрап алам. Сөйтіп айналып келгенде ол жоқ, мен бірінші рет келіп тұрмын дейді. Сосын мен де айтам, онда сіз неге бірінші жалақыны сұрайсыз? Сіз ол айлықты алу үшін, болмаса одан да көп айлықты жаңағы сұрау үшін, сен оған сәйкес болуың керексің. Сол жұмысқа, ол жұмыстан жаңа айлықты да асырып алуға да оның барлығын айналып келген кезінде тәжірибе арқылы, енді бір сөзбен айтқанда дайын маманы болып келу керек деп ойлаймын. Келесі сұрағым, қазір қандай кітап оқып жатсыз? Қазір шынымды айтсам, кітап оқып жүрген жоқпын соңғы 3-4 жыл. Арасында әлеуметтік желіде жаңағы интернеттен былай бір-екі рет бастап қараймын да, одан кейін оқылған жоқ. Өйткені мен жұмысым тығыз, өте көп, барлық уақытым бәрі жұмысқа кетеді. Бірақ енді өзім конкурсыма жаңа байқауыма келген кезімде қыздарды міндетті түрде дайындыққа келеді ғой, міндетті түрде 1 сағатын кітап оқуға арнатып қоямын. Неге?
Өйткені біздің жаңа айтып отырмын ғой, қысыр ару байқауы өтеді деп, бұл тек сұлулар байқауы емес. Бұл жерде өзінің білімділігін, инабаттығын, ибалығын жан-жақты көрсету керек. Салт дәстүрімізді дәріптейтін байқау болғаннан кейін мен міндетті түрде салт дәстүрімізді дәріптейтін кітаптар оқытқызамын. Оның ішінде Абайдың қара сөздерін міндетті түрде күніне 1 сағат сол қыздарға арнаймын да, сосын келесі күні өзінің түсініктерін алып отырамын. Қалай ойлайсың? Соған жаңа пікірталас жүргіземіз. Бірақ енді соңғы кезде өзіме келсем уақыт жоқ, шыны керек. Өзіңіз бос уақытыңыз болған кезде немен айналысқанды жақсы көресіз? Егер болып жатса бос уақытыңыз, хоббиіңіз қандай? Бос уақытым болған жағдайда мен қазір өзіме демалыс арнаған жақсы көремін. Өйткені көбінесе мен демалыс күндерде жұмыс жасайтын болғаннан кейін кішкене уақытым бос болса, үйде өзімен өзім, болмаса кешке қарай серуендегенде, болмаса құрбыларыммен жаңағыдай бір жаңа проектілерді деген сияқты ғой, сондай нәрселерді бір ойласып, алдағы уақытта не істеуге болады, қандай қызықтар бар деген сияқты бір сондай нәрсені ғана жаңағы кездесемін сол арқылы қыздарыммен. Енді бір заңды сұрақ деп ойлаймын. Той қашан? Той ма? Енді күзде. Құдай қаласа. Маша, өзіңізді 5 жылдан кейін қайда және қалай елестетесіз? 5 жылдан кейін ең бірінші аяулы жар, бақытты ана, үлгілі келін, ана келінді ана болғым келеді. Сол ретінде көремін. Жаңағы отбасымда үлгілі келін, жаңағы ана ретінде және де қызметте көремін өзімді. Өзім жаңағы активист болғаннан кейін жан-жақты игергім келеді, жан-жаққа үлгергім келеді. Сол қарапайым, сұлу да, білімді, инабатты, ибалы келін болып жан-жақты болғым келеді. Осындай ретінде. Әмин. Жалпы барлығы өзіңіз жоспарлағандай болсын. Оның барлығына лайықсыз деп ойлаймын. Қаншама еңбек етіп, қаншама тер төгіп, алдағы уақытта сәттілік. Сұхбатыңызға үлкен рахмет. Сізге де рахмет. Оқаш. Көшбасшы KZ